Степногорск қаласына қарасты Заводской кентін көркейту бағытындағы тиісті шаралар қолға алынуда. Бүгінде 4000-ға жуық тұрғыны бар елді мекеннің жалпы аумағы 130 гектарды құрайды. Мұнда бір мектеп, кішкентайларға арналған арай балабақшасы жұмыс жасайды. Айтулы білім беру ошақтарында кенттің 500-ден астам оқушылар мен 80-ге жуық кішкентай бүлдіршіндер қамтылған. Биылғы жылы Заводской орта мектебінің бастауыш сыныптарға арналған ғимаратының шатырына жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда атаулы шаралар аяқталу үрдісінде. Осылай деп мәлімдеген кент әкімі Марат Мадияров абаттандыру бойынша атқарылған жұмыстарды назарға алып отыр. В частности, были проведены работы по абаттандыру бағытында біршама шаралар жүзеге асырылды. Биылғы жылы ағаштарды сирету жергілікті бюджеттен қаржыттар бөлініп, жоспарлаған 320 ағаштардың 230-ы сиретілді. 700 тонна құрылыс қалдықтары шығарылды деді Марат Мадияров. Заводской кенті тұрғындарына қуанышылған жағымды жайттардың бірі елді мекендегі Сәтбаев көшесіндегі автомобиль жолына асфальт төселген. Сонымен бірге алдағы уақытта кенттегі тағы бірнеше көшелердегі жолдар қиыршық тас жабынмен қамтамасыз етілмек. Айтулы жұмыстар Абай, Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Етекбай би және Бейбітшілік көшелердің бір бөлігін қамтитын болады. Үстіміздегі жылы мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында атқарған шаралар барысында біршама көрінеді. Энергосервис СТ Довженко. Строитель көшесіне 6 жарық шамдар орнатылды. Алдағы уақытта Әлия Молдағұлова көшесін жарықтандыруда жоспарда бар. Таукен жабдықтары зауыты және Целингармаш кәсіпорындары кентке жаңа автобус аялдамаларын орнатып берді. Осы ұйымдардың басшыларына зор ризашылығымызды білдіреміз деді кент әкімі. Заводскойда шағын және орта бизнесті дамытуда жақсы жолға қойылған. Биылғы жылы әлеуметтік бағадағы тауарлар сататын қыпшақ дүкен ашылған. Сонымен бірге жүргізушілер автокөліктерін өздері жолатындай орында дәл осы Заводской кентінде жұмысын бастап отырған сыңайлы. Бұл жөнінде медиа орталық тілшілеріне мәлімдеген Марат Мадияров балаларға арналған жаңа алаң ашылатынында тілге тиек етті. Бізде демеушілік қаржылар есебінен балалар алаңы орнатылмақшы. Оған өз көмегін жергілікті кәсіпкерлер беруде. Жұмыстар барысы ойдағыдай өтсе, жақын арада кішкентай тұрғындарымызға жаңа ойын алаңы сыйлайтын боламыз деді Марат Мадияров. Тағы бір айта кетерлігі, тамыз айының басында Заводской орта мектебінің жанына жаңа көп функцияға ие алаң іске қосылып, тұрғындарды қуантқан болатын. Осы орайда алдағы жоспарланған шараларды жүзеге асып, заводскойлықтардың көңілінен шығады деген үміттеміз.